Бұл реклама ғой, мама. Реклама. Ты свободен, иди в море. Игнорировать. Где король? Да ну тебя. Повторяться. В жизни каждого однажды наступает момент, Ему, наконец, необходимо повзрослеть. когда Мирослав, это не смешно. Біз кинодан шықтық. Үшеумізге. Үшеуміз ғана. Ғалым да кино қарады ғой. Ғалым да кино қарады. Көрген қызыма. Киімімді жеткен жатыр. Қандай киім киген екен әже деп. Қол киімге қарап жатырмын. Әже қандай киім киген өзі деп. Кел, алда. Ал, әйел бол. 1, 2. 1, 2. Жаттығу. 1, 2. 1, 2. Жаттығу қайда? Аяқ тепкілеп жатыр ғой, шаршап қалдым. Аяғым тепкілеп жатыр ем ғой. 1, 2. Қайда? 1, 1. Күледі ма? 1, 1, 2. 2, 2. Күледі жаным. 1, 1. 2, 2, 2. Қайда? Түшеш. Енді қоя салыңызшы, аунайым екен. 3, 4, 5. Қарай. 15. Күшті ма? 16. 17. 2. 3. Біз бассейнге келдік. Шағының мама. Мен түсіріп отырсам да түсіріп отырсыз ба? Ой, молодец. Аяқ, қол. Келдік, біз осындай әдемі, керемет оқушылар сарайы екен. Ой, тамаша. Есік ашып жатыр. Кіріп келе жатырмыз. Әдемі жер екен. Оқушылар сарайы әдемі Астананың. Мен видеоға түсіріп алайын бірінші. Күліп тұра беріңіз. Ой, керемет. Халықаралық әйелдер күніне орай аяулы аналар мен іскер әйелдердің салтанатты марапаттау рәсімі дейді. Керемет. Күшті болып тұрсыз. Алтын күн Астана, алтын ән аласа, ерліктің дастаны еліне тараша, ежелден ертеден тақалай, табысын бермеген таза қымбат мелой. Құшағым мен үшін есейіп кетсем де мен саған сәлемін көктемді көзіңнен танимын. Мейірім мен шаттыққа бөлеген, көңілге қуаныш пен жұбаныш сыйлаған, жүректі нәзік сезіммен қозғаған барша аруларды халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтаймыз. Дәл осы аяулана республикалық байқауының тағы бір жеңімпазы Нұрайдин қызы.
жаңадан 7 наурыз күні аяулы ана деген үлкен марапатқа ие болып жатырмыз. Бұл үлкен салтанатты жиынға жан-жақтан медицина қызметкер аналары, мұғалімдер, кәсіпкерлер, іскер әйелдер жиналып, үлкен марапат жасалды. Сол марапаттан шыққан қуанышты сәтім. Қара, ұстағысы келеді е? Қарап, мана бір. Ұстай алмайтын. Жол болмасын мама? Жол болмай ма? Ана қаранар ма? Киіміңізді білдіріп olmasın. Бисмилlah. Бәріне сәлем, кеш жарық. Біз бүгін анаммен сұхбат аламыз. Және соны блогыма салатын боламын. Анам бізге Астанаға екінші рет, екінші төс белгісін, республикаға екінші төс белгісін алуға келген еді Астанаға бүгін. Соны қолданып қалып, блог түсіріп, өзім сұрақтарымды қойып алайын дедім. Сіздерге де пайдалы болады деген үміттемін. Оңай те жақсы. Амандасып кетсеңіз болады. Саламатсыздар ма? Сіздермен жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі сұхбатымыз сәтті шықсын дегім келеді. Әумин. Так, мама, сізге мынадай сұрақ. Мысалы, сіз 35 жыл стажыңыз бар, ұстазсыз, иә? Осы ұстаздық жолыңызда не нәрсе мотивация? 35 жыл бойы мұғалім болуда. Әрбір адамның қабілеті, қарымы әртүрлі. Әр адамның өзінің икемділігі бар. Сол икемділігіне қарай мамандықтан келді. Маған ұстаз болу бақыты бұйырған екен. Ұстаз болу деген сөз, яғни алдыңа келген балалардың барлығына бойындағы бар біліміңді беру, және сонымен бірге біліммен қоса адамгершілік тәрбие қоса беріледі. Алдында отырған, мысалы 25 баланың әрқайсысы әртүрлі отбасынан келген, әрқайсысы өз алдына бір әйел, бір жұлдыз десе болады. Сол жұлдыздардың жануына себепкер енді ол ұстаз. Сондықтан да қандай бала болса да, мысалы жұмырдағы тентектеу деген баланың өзінде бір әдемі жақсылықтың лебі есіп тұрады. Біз баланы сондай жақсы көреміз. Кез келген ұстаз баланы сүйеді деп ойлаймын. Сонда сіздің ұстаздықтағы мотивацияңыз не сонда? Сонда біріншісі сіз айтқан өзіңіздің икемділігіңіз болып тұр, иә? Екіншісі сіз айтқан жаңағы балаларды жақсы көріңіз. Екі нәрсе мотивация болып тұр ғой сізге 35 жыл бойы. Мысалы, менде ұстаздық сәл бір жылдай стажым бар. Одан кейін мен мысалы жалығып кеттім деген сияқты ғой. Сізде демек осы екі нәрсе мотивация болып тұр. Икеміңіз бар да, мысалы. Икемі жоқ адамға 35 жыл мұғалім бола алмайды. Қанша қаласа да, мысалы сіз дәрігер бола алмайсыз, есеп қисап жоқсыз да, мысалы бухгалтер бола алмайсыз. Демек икем бірінші орында мотивация болып тұр ғой. Және балалар да сені жақсы көріп отырады. Ол екінші мотивацияңыз. Сіз балаға деген махаббат дейді. Балалар да сені жақсы көріп отырады. Сен де өз-өзіңе және балаларға риза болып шығасың. 45 минутыңның 1 минутын қалшып жібергің келмейді. Сол қажетті жоспарлы жұмысыңды сол балаларға арнайсың. Күшті, машаллах. Керемет. Екінші сұрақ, енді сіз 4 бала өсірдіңіз. Менің 3 бауырым бар деймін ба. Осы 4 бала өсіріп, әрі осындай қалтқысыз жұмыс жасауда қалай мысалға екеуіне бірдей үлгердіңіз? Жұмыспен бала тәрбиесін қалай үлгердіңіз деген сұрақ. Енді қоғамда өмір сүргеннен кейін адам бір жақты болмау керек, жан жақты болу керек. Біріншіден енді өзіңнің мамандығың, қоғамға қосып жататын үлесің. Сондықтан да мектепке ұстаздық етіп барған әр күнің, әр кірген табалдырықтан кірген сәттен бастап, сенде мектеп әлемі, өзіңнің жұмысың, ондағы керемет жұмыстар сені үйіріп алып кетеді. Ол кезде отбасын ойлауға мүмкіндігің болмайды. Сол алдыңдағы баламен жұмыс, ұжыммен жұмыс басталып кетеді. Одан кейін үйге келген кезде оның барлығын жинап қоясың да, енді үй тіршілігі, балаңа деген махаббатың, үйдегі тіршілікке қажетті
анадан қажетті барлық мейірімің шуағың үйге қарай төгіледі. Сонымен екеуі қатар жүреді деп есептеймін. Яғни сізде біздің тілмен айтқанда фокусты жақсы ұстайсыз ғой. Жұмыста мысалға тек жұмысқа балалар ынтаңыз саласыз да фокусты қоясыз. Ал үйде балаға фокусты саласыз да. Басқаның бәрін ысырып қоясыз. Бұнда фокус қой енді, иә, біздің тілмен айтқанда. Екінші келесі сұрақ, баланың еркіндігі мен тәртібі арасындағы балансты қалай сақтайсыз? Еркіндігі мен тәртібі арасындағы баланс. Жалпы мен бала тәрбиесіне келгенде, мектепте де, үйде де балаға еш уақытта ұрыспаймын. Болмақ түгіл ұрыспаймын. Баланы еркін тәрбиелеймін. Бірақ бізге мысалы бір дәулет ұрысқан естімеймін. Мен ұрыспаймын. Себебі менің анамда бізді ешбір ұрыспай өсірді сол заманның аналары. Енді содан берілген тәрбие шығар деп ойлаймын, балаларыма ешқандай ұрыспаймын, бірақ енді бала болғаннан кейін болады ғой, енді ішінде қателік, тентектік, бір шаруаны толық аяқтамай тастап кету деген сияқты болған кезде оны бірақ түсіндіріп, ерінбей, енді қайталап істемеудің жолын түсіндіріп, қатесін айтып отырамын. Содан кейін ол саған салмақ болмайды келесіде. Сондықтан да енді балаға ұрыспағаннан кейін бала еркін өседі деп ойлаймын. Күшті. Мысалға біздің мама мүлде ұрыспаса да, белгілі бір деңгейде сыйлап қорқатын едік. Артына істемей қойшы. Хотя мысалға мүлде ұрысқан жоқсыз да. Және маманың взгляды ғой, ұрысу қажет емес. Біз бір взглядпен атып жібереді ғой деймін ба. Бірақ күшті. 20 жыл болған түлектерім былтыр жазда кездескен кезде сонда айтатын, апай сіз бізге ұрысқан жоқсыз дейді. Бірақ бір нәрсені айтсаңыз дейді, ұрысқаннан да, ұрғаннан да қатты әсер етеді дейді. Сүйіктеуледі деген солай. Содан кейін ақ біз уже жаңа ұрыспаса андай ұрысып келмесеңіз де сізде сондай бір не бар дейді. Жайма-шуақ болып отырып, бірақ қатты бекітіп тастайтын едіңіз дейді. Ол рас. Күшті. Келесі сұрақ. Өзіңіз бала кезіңізде алған тәрбиемен қазіргі тәрбиедегі қандай айырмашылықтар бар? Енді біздің кезімізде мүмкіндіктер өте аз болды ғой енді. Біз кітаппен дос болдық. Әрбір үй кітапхана болатын. Мысалы, біздің үйде үлкен кітапхана болатын. Әрбір жаңадан Мақсат деген ағам болды. Ең бірінші шыққан кітапты ауылға келіп, үйге келіп сөреге қоятын. Сол кітап ауылды үйде оқып болғаннан кейін ауыл жағалап кететін. Сол бізде тек кітап оқу ғана мүмкіндігі мол болды да. Ал қазіргі заманның балаларында мүмкіндік өте көп деп ойлаймын. Себебі қандай көкірегінде сұрақ туындаса, сол сұрақтың жауабын әлеуметтік желіден тауып ала алады. Ән айтқысы келсе, күй тартқысы келсе, шахмат ойнағысы келсе, тәтті тағамдар жасағысы келсе, әлеуметтік желіні ашады да үйрене береді. Балалардың сондай мүмкіндігіне мен қызығамын. Өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Талпынған бала, үйренемін деген бала, алдына дұрыс мақсат қойған бала, сол әлеуметтік желідегі жақсы нәрселерді алынады деп есептеймін. Сондықтан қазіргі заманның мүмкіндіктері өте мол. Тіл үйренемін десе де, енді түрлі жан-жақты өсуге баланың және уақытты тиімді пайдаланып, алдына жоспар дұрыс қойып жұмыстан болса, әлеуметтік желімен оқытатын курстарда көп, оған да қатысып, есеп шығара алмай жатса да, математикадан курстарға қатысып, сөйтіп жұмыс істеп жүрген балаларды көріп, мен мысалы қызығамын. Сол бір үлкен айырмашылығы сол әлеуметтік желінің дамып кетуі, интернеттің, ғаламтордың дамып кетуі. Және сонымен бірге қазір жас балалар айтишник болмаса да, ұялы телефонның, компьютердің тілін өте жетік, тез жаңадан кіріп күнде алмасып жатқан заманда тілін біліп алып, меңгеріп отырады, соған қызығамын. Күшті. Бірақ бұрынғы кезінде тәрбиесінде тек қана кітап дедіңіз ғой, ол да күшті сияқты. Біздің да ол үлкен фильтр ғой. Әлеуметтік желіде не дейді ғой? Әлеуметтік желіде иді да құсы да бар ғой, мысалы. Ақпаратты дұрыс таңдай алу керек, ақпараттың жақсысын таңдау керек. Енді бұрынғы кезде бізде үлкен фильтр. Ол енді адамгершілікке, парасаттылыққа тәрбиелеуде ата-ананың беріп үлгере алмай жатқан тәрбиесін біз кітабымыздан алып отырдық қой. Кітап деген енді үлкен досымыз болды. Бірақ енді біз билегіміз келді, мысалы ағылшын тілін үйренгіміз келді. Ол кезде мысалы ауылдық жерде ағылшыннан мұғалім жоқ болды.
немесе жаңағыдай ән айтқымыз келеді, ән музыка сабақтары кішкене дұрыс өтпей үйретілмейді деген сияқты. Сол кездерде ондай мүмкіндіктер бізде шектеулі болды да. Ал енді қазіргі өсіп келе жатқан бала бәріне қызығады ғой. Тек дұрысын таңдап отыру керек қой, өзіне керегін, пайдалысын іздеп тапса деп ойлаймын. Соған жоспарлауға үйрету керек деп есептеймін баланы. Нені алу керек, нені алмау керек дегенді. Яғни интернеттен қаштыртпай, керісінше интернетті дұрыс қолдану Керегін алу, керегін ғана, пайдалысын ғана алсын деп есептеймін, алады деп есептеймін. Алатын балалар бар. Бізде қоғамда керемет өсіп келе жатқан балалар бар, жан-жақты таң қалдыратын. Келесі сұрақ мындай, бала тәрбиесінде сіз үшін ең маңызды құндылық? Енді кез келген ата-ана үшін баласының ақылды болғаны, парасатты болғаны қажет қой. Сондықтан да бала ақылды болу керек. Кішкентай кезінен жақсы мен жаманды, қажет пен қажетсіздікті, ненің дұрыс емес екенін ажыратып білу, ол ақылға келеді. Сондықтан да баланы ақылды етіп өсіру үшін кішкентай еңбектеп жаңағы есігіре бастағаннан бастап баланың тәрбиесін қалт жібермеу керек. Ұрыспау керек, жасқанша қылмау керек, еркін өсіру керек, бірақ балаға сондай әрбір тәрбиесіндегі дұрыс еместі ажырататын ақылды да, сананы да үйретуді керек. Ол қалай үйрету? Саналы ақылдылықты үйретуді керек. Қалай үйреткенде енді бірінші негізі ата-ананың өзінен алады екен, өзің көргенінен алып отырады. Сен өзің дұрыс болуың керек, және балаға дұрыс емес дұрысты үнемі айтып отыру керек деп есептеймін. Рахмет жауаптарыңызға, керемет жауаптар болды. Енді мындай қарым-қатынасқа қатысты қояйыншы. Мысалға қараңыздар, папамен сіздер 35 жыл, 35 жылдай бір жанрға сындасыздар, машалла. Күміс тойды қалай айтып жүреді, бриллиант той дейді ма? Білмеймін, сондай бір нәрсе тойға жеткен жарыстар, уже асып кеткен жарыстар. Вот мына 35 жыл отбасылық өмірде, мысалға, мен туылғалы бері, мысалы сіздердің машалла, көз тимесін, бір ұрысқандарыңызды, даже ренжіскендеріңіз көрген жоқпын да. Ол қалай, как это возможно? Қалай ол мүмкін? Ешқандай бір жанрғасына тұрып, бірақ ешқандай ренжіспей ұрыспай өмір сүру. Қалай мүмкін? Мүмкін ба жалпы? Әлде сіздер менің балалардың көзінше былай жеке оңайсыз шығып ұрсасыздар ма жеңіл болады? Әрине мүмкін. Неге десең, енді сенің жаныңның жартысы сенің қамқоршың, және сен оның қамқоршысың ғой. Сондықтан да енді білмеймін, ұрыспаймыз әйтеуір. Жоқ, ұрыспайсыздар ғой, түсінікті. Аңдысына ренжісіз ғой енді. Ренжіп қалған жағдайда да енді түсіністікпен қарайсың, сосын шығар, содан шығар деп өзің бір қабылдай бересің. Себебін өзіңіз тауып аласың. Өзің тауып аламын да, енді өзің тауып аласың. Әйтеуір ұрыс болмайды, бір қаттырақ айтқан жағдайда да артында күліп қоямыз. Сонымен ұрыс болмай қалады, енді ұрыс болмайды. Қатты айта бастаған арты күлімдеп кетеміз. Пападан осы сұрақты қою керек еді, қош келген кезде берсе. Сонда қарым-қатынаста сіздердің, мынадай сұрақ қояйын, қарым-қатынаста сіздің ұстанымыңыз? Отбасындағы. Отбасындағы. Жолдасың, папамен жолдасың. Енді қарым-қатынасың өмір бойы тату-тәтті тұру, сыйлау, сол балаға отбасының тілегін тілеу, сол болашағын жақсылықпен елестету, соның жолында қызмет ету деген ұстаным. Қызмет ету, соның жолында қызмет ету. Асынсыз айтатын нәрсе екен. Отбасын құрғаннан кейін бір адамсың, бір шаңырақ. Бір адам болғаннан кейін сол отбасын енді діңгегіңді мықты ұстап отыру міндетің. Қай жағында? Енді мынадай соңғы сұрақ. Ал бауырлардың арасындағы қарым-қатынас жақсы болу үшін сіз не істедіңіз? Мысалға, біздің Нұрлаймен сіңліммен қарым-қатынасымыз өте күшті да, машалла. Ол мысалы сезеді. Сондай да, мені мысалы бір жерім істеп тұрса, сезеді ол, мен сезгенмін деп айтады. Болса бүгін сезді мысалы. Сондай байланыста мықты келген. Ол да ұрып қалатын болса, мен мысалы мектепте сезінетінмін. Енді былай қыз балаға жақын болады деген сияқты ғой.
мысалы дүниеге 2 ер баланы әкелдім әйелге. Содан кейін сен келдің дүниеге. Сосын сонда мен қатты уайымдап жүрдім. Қызым біреу ақ болды ау, қызымның қасына қыз керек деп. Себебі бізде жұмыста бір апай айтқан, сол бала күні ол кезде біз жаспыз. Сонда айтқан, қыздар ұлдың жалғыздығы білінбейді, қыздың жалғыз болғаны қиындау, қыздың қасына қыз керек деп айтатын. Сол менің санамда тұрып қалды да, содан көп ұзамай, енді көп ұзамай дегенде арада 6 жылдай өтіп кеткен. Сонда ұрлайын деп дүниеге. Сосын бірінші 2 бала дүниеге келген кезде қараймын, екеуі ана бөлмеде кішкентай кезінде екеуінің әңгімесі таусылмайтын. Сосын біз ұйқыға кетіп жатқанда екеуі әңгімелесіп жатады. Сонда олар 5, біреуі 8 оқиды, арасы 3 жас, 2,5 жас, 3 жас қой. Сонда осылар не айтады екен деп ойлайтынмын. Сонда өздерінің әңгімесі ғой енді. Сонда ұлға жақын, тату болып өсті. Содан кейін 2 қыз, өзің айтқандай, бірін-бірі сезіп отырады, бірін-бірі жақсы көріп отырады, бірін-бірі аялап отырады, қамқор болып отырады. Ол ұлға қызға жақын. Жалпы біреудің баласы енді дұрыс тәрбие алса, бірін-бірі қатты жақсы өмір сыйластықта өмір сүреді деп есептеймін. Біреудің балалары андай сияқты ғой, бір үлкен мәуел ағаштың бұтақтары сияқты, бір ағаштан бір діңгектен өсіп келе жатыр ғой. Сол үшін бір-біріне жақын тұрады ғой бұтақтар. Қозғалса бірге қозғалса, жел болса. Жел болса бірге уайымдайды деген сияқты. Күшті, мен сұрақтарым аяқталды. Сұрақтар ұнады ма? Енді сіңілімен бірге қойғым соңға дейін сұрақ сізден блог аламын деген кезде не деген сұрақ қояды екен, қалай жауап береді екен деп уайымдай жүрші. Рахмет. Соңға дейін тыңдағаныңызға рахмет. Егер ұнаса, астына комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар деймін ба. Сол, қоштасамыз ба? Рахмет. Сау болыңыздар.